Қайырлы күн, армысыздар, құрметті достар, қадірлі арнамыздың көрермендері. Бүгін эфирде Шай Тайм жобасы. Бүгінгі Шай Тайм жобасының құрметті қонағымен таныс болыңыздар. Жалпы елдің атын шығаратын, туын көкке көтеретін егіз ұғым, бірі спорт, бірі өнер. Сол спорттың үздігі болған, біздің мақтаныш болған спорт саласының мақтанышы, Азия чемпионы, Номад ММА-ден чемпион болған біздің бауырымыз Сейсенбаев Еркебұлан Сәкенұлы. Еркебұлан, бүгінгі біздің жобамызға қош келдің. Сені енді жеңісіңмен шын жүректен құттықтаймыз. Енді бүгінгі біздің эфирімізге келіп, арнайы уақыт бөліп келгеніңе үлкен рахмет. Енді бізбен әңгіме дүкен құруға, сұхбаттасуға дайынсың ба? Иә, дайынбыз. Ендеше бүгінгі біздің жобамыздың алғашқы сұрағы болсын. Жалпы спорт саласының сан алуан түрінен неге ережесіз жекпе-жекті таңдадың? Ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Сұраққа келетін болсақ, енді бала кезден біздер спортпен айналыстық, бокспен айналыстық. Енді студент кезде боксты қойып кеткеннен кейін 4 жыл демалдық. Үзіліс болды. 4 жыл спортпен айналыспадық. Содан кейін енді спортпен өзіме жаныма жақын болды, жүрекке спорт жақын болды. Іште спорт комплексте фортта занимация етіп жүрдік. Содан енді балдар шақырды, облыстық турнир ойын деп жатыр ММА-дан. Өзің бағың сынап көрші деп. Содан дайындалып, соған бір аптадай дайындалдық та, соған сразу төрлесіп кеттік. Содан енді бірінші жекпе-жегімді өзеннің баласын ұтып алып, содан кейін неге чемпионат Қазақстанға жолдама алып, сояқта сбор болып Ақтауда. Үлкен сбор болып, команда жиналып, әр қаладан, өзен, Бейнеу бәрінен командалар жиналып, сол Ақтауда сбор өттік. Сол сборда енді Азамат ағай, Азамат Абилов, Руслан Пак дейтін тренерлер. Солардың несімен өсіп, енді осындай нелерге жеткізді сол кісілердің арқасы. Жалпы қызығушылықпен барып, үлкен жетістікке жеттің, Иә, қызығушылық. Рахмет Еркебұлан. Енді сұрағымызды кешегі Азия чемпионаты Номад ММА-ге оралсақ, жалпы Азия чемпионаты қалай өтті? Дайындық қалай болды? Жеңіске қалай жеттің? Қарсыластарың кім болды? Сол туралы айтсаң. Азия чемпионаты үлкен жоғары дәрежеде өтті. Енді Азия болғандықтан сондай үлкен дәрежеде өтті. Ондай жарыстарда енді халықаралық жарыстарда шығып жүрдік, бірақ мынандай дәрежедегі Азия чемпионатына бірінші рет баруым бізде тыңғылықты дайындық, күнделікті дайындық қой. Мынандай жарысқа дайындалып жатырмын деп жүрмейміз. Күнде дайындалып жүреміз, күнде формада жүреміз. Қашан қай уақытта жарыс шығып қалатынын білмейміз. Сол жарысқа дайын жүреміз. Қай жарыс болса да шығуға тырысамыз. Азия чемпионатына келетін болсақ, өте жоғары деңгейде өтті. Қарсыластарың кім болды? 4 жекпе-жек өткіздім. Қарсыластарым менде қазақ бауырларым болды бары. Жалпы салмағымда басқа елдің, басқа жердің адамдар болды, бірақ маған кездескен жоқ олар. Басқа менің қарсыластарыма кездесіп, маған кездескен жоқ та. Бірінші Павлодардың баласымен шықтым. Павлодардың жігітімен шықтым. Бірінші раундта нокаутпен жеңіске жеттім. Бірінші раундта бірден қарадым. Сондай келіп қалды ыңғайы. Құлатуға тырыстық. Сосын екінші кездесуімде осы Номад ММА-дан тоже чемпион Қазақстан екен 2021-дің. Сол баламен шықтым. Кішкене қиын болады деп ойладым. Қиын болды, бірақ шынына келгенде қиын болды. Төрешілердің шешімімен, бір ауыз шешімімен жеңіске жеттім ода да. Үшінші қарсыласым тоже сондай төрешілердің шешімімен жеңіске жеттім. Төртінші қарсыласым жаңағы Атыраудың Самат дейтін баласы болды. Өзім танитын, көріп жүрген, видеоларын телевизордан көріп жүрген бала еді. Енді қобалжуда болды, бірақ өзіме сенімді болдым жеңетініме. Өзіміз сияқты адам ғой. Төбелесіп, қашанғы не істеп жүреміз деп, чемпион болайық деп.
сөйтіп енді Азияға барып тұрғаннан кейін үлкен команда болып барып тұрғаннан кейін чемпион болу керек болды. Сөйтіп оны да төрешілердің шешімімен жеңіске жеттім, алаң қалауымен ең бірінші. Жалпы осы енді финалға дейін 4 қарсыласпен өттің, иә? Жалпы қайсысы саған қиындау болды? Қиын болған. Сол екінші жекпе-жегім қиын болды. Екінші жекпе-жегім. Ол да әлем чемпионы ма? Жоқ, Қазақстан чемпионы 2021. Сол Намат Мамадан. Ол қиын болғанда дейді. Мен бірінші кездесуімде кішкене ашылып алуым керек еді. Негізінде өзімнің қателігім. Бірден жеңді, иә? Полный төбелесіп шығуым керек еді. Кішкене ашылып, ана жерде чувствовать етуім керек еді. Ол енді алаң қалауы солай бірінші раундта нокаут беру бұйыртты. Сөйтіп ашыла алмадым да бір ол. То бір айта кететіні, мен дейтін ең бірінші болып төбелестім. Барлық неден сразу жарыс басталды, ашылуда бірінші болып мен төбелестім да, ең бірінші болып бірінші коверде мен төбелестім. Сол да кішкене дайындалған жоқпын, разминка істеген жоқпын, қыздырынған жоқпын. Келдім, сразу кейін шық деп, сразу шығып кеттім разминка істеместен. Сөйтіп енді апыр-топыр шығып, бір минутқа жеткізген жоқ ғой, бір минуттарда примерно нокаутпен жеңіске жеттім. Ашыла алмадым. Бір көше жекпе-жегі болған сияқты ма? Ана жерде бөлек ощущение, көшеде енді былай ғой. Ана жерде қаншама адам қарап тұр. Қаншама. Жалпы осы финалда жеңіске жеткенде қандай сезімде болдың? Жалпы чемпиондықты қалай қарсы алдың? Қандай сезімде болдың? Бөлісе кетсең. Финалда. Енді айта алмаймын ол сезімді дейтін. Ішіңде бір от жанып тұрады ғой. Бір қуаныш, мақтаныш, неге қарағанда айқайлап жатыр адамдар жарайсың деп. Сол тренерлерім қарап тұр, соған қарап ішіңнен мақтаныш, қуаныш болады. Барып соларды құшақтап, енді бөлек енді ол сезім дейтін айтып жеткізе алмаймын. Жақсы. Осы Азия чемпионатына жалпы Қазақстан демей-ақ қойын, осы Маңғыстаудан неше қатысушы барды? Маңғыстаудан 15 спортшы болып бардық. Неше чемпион шықты? 4 чемпион шықты. 4 жеңімпаз, 4 чемпион болды. 2 молодежканың баласы, 2 мужик чемпион болған. По-мужика бізде бөлінеді ғой, по-мужикам 21 жастан жоғары бөлек төбелеседі, 18-19 бөлек, солай 16-17 бөлек төбелеседі. 20-21 жастан жоғары ол мужик болып кетеді. По-мужикам 2 бала чемпион болды. Біреуі осы ақтаулық бауырым Серікбай Ходжабаев дейтін Серікбай дейтін бауырым. Сол чемпион болды 81 килограмм салмақта. Жалпы осы ережеші жекпе-жекте өзіңнің жеке жаттықтырушың, тренерің бар ма? Жаттықтырушым болғанда, енді ауылда мен өзім жаттықтырушымын. Ақтауда мен ең бірінші заниматис бастағаннан бері әлі күнге дейін сол залға барып занимат етемін. Мен Ақтауға барған кезде Азамат Абилов, Руслан Пак дейтін тренерім бар, 2 тренерім. Солардың астында әлі күнге дейін Ақтауға барғанда сбор үлкен жарыстарға дайындалатын болсам, сол кісілерге хабарласып, өйстіп жарысқа шақырып отыр еді. Дайындалайын деп, сол кісілерге барып сбор өтем, сол жақта дайындаламын. Сол жақта өтеді жарыс дайын. Жалпы енді Еркебұлан, алдағы жоспарың қандай? Үлкен додаларға жалпы ұсыныс бар ма? Жоспарың қандай алдағы? Жоспар енді бұйырса, осы Намат ММАдан ертең мейір болу керек жылдың басында бұйырса. Әлем чемпионы. Әлем чемпионаты. Бұйырса сол енді әлем чемпионы болу бір мақсатым деп айтсам болады. Әлем чемпионы болу қазіргі ең бірінші мақсаттың бірі. Содан кейін ертең жылдың басында февральда бұйырса рух дейтін мен өзім төбелесіп жүрген промоушн бар, рух файтинг дейтін. Сода бұйырса екінші кездесуімді өткізуім керек. Осы кеше матчмейкері жазды өзі, сөйлестім. Бұйырса сол жерде екінші кездесуімді өткіземін. Дайындық қалай? Дайындық енді осы кеше күннен бастап дайындалып отыр. Мен кеше жарыстан кейін демалып бір аптадай. Дайындық бұйырса тыңғылықта дайындалып барамыз ғой. Азия чемпион болғаннан кейін бір еркінсу ондай жоқ па?
Еркін су жоқ, Азия чемпионы дейтін. Жоқ ондай. Одан да артық заттар бар ғой алда. Бұйырса соларды орындау керек. Профессиональный дейтін бар бізде. Профессиональныйға шығып бұйырса иншалла. Сол жерде өзім күшімді сынағым келеді. Алда әлі үлкен жоспарларың бар екен, Алла сәтін салсын. Және де енді жаңа өзің айта кеттің, мен жаттықтырушымын деп, тренермін деп. Жалпы қазіргі таңда немен айналысып жатсың, немен шұғылданып жатсың? Осы Форт Шевченко қаласында спорт комплексте тренер болып, тренерлік қызмет етіп жатырмын. 30-ға жуық нем бар, оқушым бар. Оқушыларым да бұйырса облыстық жарыстарға, Қазақстан біріншіліктеріне барып келіп жатыр. Шығып жатыр. Облыстың чемпиондары кеше Қазақстан кубогы өтті Ақтау қаласында Панкратионнан. Сода бір оқушым финалға дейін жетіп, екінші орын алды финалда. Енді оның өзі кеше біз 6 ай болды ашылғанымызға. Оның өзі мен үшін бір үлкен жетістік. Болашақта бір енді олардан да әлем чемпионын, Азия чемпиондарын көруге тырысамын. Сол үшін еңбек етемін. Жұмыстанасың. Жұмыстанамын сол үшін. Сол балдарды да спортқа шақырамын. Осы ауылдың жастарын тек ММА-мен айналысың деп айтпаймын. Спорт көп, күрес бар, бокс бар, футбол бар. Не ол қай спортпен болмасын, спортпен айналысып жүрейік. Дұрыс айтасың. Жалпы үлкен жетістікке жету үшін жалпы адам не істеу қажет? Жалпы жас достарға не айтасыз, ақыл кеңес? Енді тынбай еңбектену керек. Бізде жеңілдік, бізде ұтылдық, бізде қаншама жарыстардан орын ала алмай келген кездер болды. Үйге ұяласың кіргенде, ата-ананың бетіне қарауға. Енді тынбай еңбектену керек. Еңбек, сол еңбек еткен адам жетеді ғой түбінде. Бір болмайды, екі болмайды. Сөйтіп тынбай еңбек етсе, бұйырса бәріне де жетеді ғой. Ең бірінші еңбек деп айтқым келеді. Жаттығу қалдырмау керек қой, главное жаттығуды. Жалпы чемпион болу үшін жалпы бірінші жеңілістің дәмін тату керек сияқты, Иә. Кеболан, жаттықтырушы болу қаншалықты қиын? Бұл жерде енді жаттықтырушы болғанда үлкен жауапкершілік жатыр. Біріншіден балдарды балдар келгеннен кейін, жаттығам деп келгеннен кейін оларды бір чемпион шығару үшін сондай жұмыс жасайсың ғой. Біздер сол үшін жұмыс жасап отыр енді. Бір жағынан енді өмірлік тәрбие де береміз. Не істеу керек, не істемеу керек. Күшін мына жерде үйренген заттарын далаға барып салмауды үйретеміз. Енді төйлес, хочешь драться, дерись в ринге дейді ғой. Осы жерде үйренген заттарыңды рингте көрсетің деймін ғой мен. Шаршы алаңда көрсету керек. Шаршы алаңда көрсету керек. Еркеболан, енді осы жерде сұрақтарды тоқтатып, сұрақтарды қысқаша қайырсақ. Мен саған қазір сұрақтар қоям, сенің жауабың тез болу керек, түсінікті ме? Хорошо. Кеттік. Таңертең тұрғанда ең бірінші ойың? Намаз оқу. Әдетте таңғы асқа не ішесің? Шай. Тәулігіне неше сағат ұйықтайсың? 8-9. Адамды алғаш көргенде несіне мән бересің? Ішкі жан дүниесіне, сырт келбетіне. Біреудің пікірі саған қаншалықты әсер етеді? Әсер етпейді ондай біреудің пікірі. Демалып тынығатын орның? Осы ауылда демалып тынығамыз ғой. Алдағы жоспарың қандай? Әлем чемпионы болу. Бәрекелді, жалпы. Және соңғы сұрақ болсын, спорттан бос уақытта не істейсің? Атқа мінген жақсы көремін. Еркеболан, енді бүгінгі біздің жобамызға келіп, арнайы уақыт бөліп келгеніңе үлкен рахмет. Алдағы жоспарыңа сәттілік. Ертеңгі әлем чемпионатында да топ жаруыңды қалаймыз. Біздің мақтанышымсың. Тіл көзден аман жүр. Дайындап жатқан шәкірттерің биік белестерді бағындырып, өзіңнен асып түсетін спортшы болсын деген ниеттеміз. Ал құрметті достар, қадірлі, бүгінгі біздің оқырмандарымыз, бүгінгі Шай Тайм жобасы өзінің мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.